Ассалаумағалейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте сочный және де дәмді болатын творожный пирог жасайтын боламыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен жұмсақ сары майымызды салып, оның үстінен қант салып, біріккенше араластырамыз. Миксермен де араластырсаңыздар да болады. Одан кейін жұмыртқа қосамыз. Барлығын біріктіреміз. Осылайынан біріктіріп алғаннан кейін барып, ұн қосамыз. Одан кейін бір қасық разрыхитель қосамыз. Барлығын жақсылап елейміз. Осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Ол қамырымызды осындай формаға жайып шығамыз. Басқа формаға жайсаңыздар да болады. Одан кейін творогты аламыз. Сүзбемізді алып, 2 жұмыртқа қосамыз. 2 жұмыртқа қосып біріктіреміз. Одан кейін сгущенка қосамыз. Қант қалауларыңызша қосасыздар. Мына жерде мен крахмал қостым, 2 қасық. Қантты өте тәтті көретін адамдарға қант қоссаңыздар болады, 100 граммдай. Мен жай ғана сгущенка ғана қостым, өйткені қатты тәтті үйдегілер ұнатпайды. Потом осылайынан жаңағы формамыз қосып салып аламыз. Одан кейін мен үстіне жаңағы грецкий орехты септім. Сіздер басқа мысалы жиде қоссаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызша аралайсыздар ғой. Одан кейін 180 градусқа 35-40 минутқа салып аламыз. Міне өте тез пісіп шықты. 30 минутта. Пештеріңізге байланысты оның есін. Қалай пісіреді пештеріңіз, соған байланысты ол градусы. Өте дәмді болып шығады, дайындап көріңіздер. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.